Қазақ технология және бизнес университеті технология және стандарттау кафедрасының қауымдастырған профессор Айкедилова Мереке Тояқова лектор. Пән атауы тамақ өндірісіндегі микробиологиялық санитария және гигиена. Бүгінгі тыңдайтын дәрістеріңіз 15-ші дәріс тақырыбы еңбек жағдайлары мен режиміне қойылатын санитарлық гигиеналық талаптар. Жоспар: еңбек жағдайлары мен режимдегі микроклимат, жылыту, ауа тазарту, алмастыру. Екінші, жарық және өндірістік шуды, дірілді, ионды шектеуге қойылатын санитарлық гигиеналық талаптар. Еңбек режимдегі санитарлық гигиеналық талаптар. Үшінші сұрақ. Дәрістің мақсаты: қазіргі санитария гигиена ғылымының өзекті мәселесі бұл адам өмір сүретін ортаның зиянды және қауіпті факторларын анықтау ғана емес, сонымен қатар олардың халық денсаулығына тигізетін қауіп-қатерін бағалай білу болып табылады. Қауіп-қатер туғызатын әртүрлі факторлар нақты елдің, аймақтың жағдайларына да тәуелді екенін ескеру қажеттігі негізгі мақсат болып көзделіп отыр. Бірінші, микроклимат, жылыту, ауаны тазарту, жаңарту. Қолданыстағы санитарлық нормаларға сәйкес тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында салыстырмалы ылғалдылықтың оңтайлы температурасы болып тұруы қажет. Сонымен бірге механикалық немесе қарапайым желдеткішпен қамтамасыз етілуге тиісті жылыту жабдықтан инфрақызыл сәулелену үнемділігі 70 ватт метр квадрат аспау керек. Ауада зиянды заттар мөлшері де Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі бекіткен мөлшерден асуға болмайды. Жарық және өндірістік шуды, дірілді, иондануды шектеу. Дұрыс оңтайлы жарық адамның денсаулығы үшін өте маңызды. Жарықтың әсерімен жоғары нерв жүйесінің қызмет үрдістері шапшаңдап, жалпы белсенділік пен демалу органдарының қызметі жоғарылайды. Нашар жарықта көз күштеніп талады да жұмыс қарқыны төмендейді. Табиғатта кездесетін сәулеленулер толқындардың кең түрлі шектерінде болады. Жұмыс орындарындағы жарық гигиеналық нормативтерге сәйкес болуы тиіс. Жарық жағдайларын бағалау үшін олардың сандық және сапалық жақтарын білу қажет. Жарық фотометрмен өлшенеді. Шу дегеніміз адамға жағымсыз әсер ететін кез келген дыбыс. Адамның дыбысты қабылдауы оның жиілігіне, екпініне және қысымына байланысты болады. Дыбыстың екпіні деп дыбыс толқыны арқылы белгілі бір ауданнан белгілі бір уақытта өтетін энергияны айтамыз. Ол ваттың метрге квадратына қатынасымен өлшенеді. Дыбыстың жиілігі дегеніміз оның 1 секундтағы толқуының саны. Ол герцпен өлшенеді. Дыбыстың 1 секундтағы бір толқуы 1 герцқа тең. Адамның жай сөйлескендегі дыбыстың орташа деңгейі 40 децибел болып есептеледі. Өндірісте шудың шектелген мөлшері белгіленген. Сондықтан ол жиілігі төмен шулар 40-тан 100 децибелге дейін. Жиілігі орташа шу 85-тен 90 децибел. Жиілігі жоғары шу 75-тен 85 децибелге дейін адамға зиянсыз болып табылады. Шудың деңгейін шу өлшегішпен, яғни шумометрмен өлшейді. Ойлау арқылы жұмыс істелетін бөлмелерде шудың мөлшері мөлшерінің жиілігі 60 децибелден аспауы керек. Физикалық көзқарас бойынша дыбыс бөлшектердің толқын тәрізді таралатын механикалық тербелмелі қозғалысы. Адам құлағы 16-дан 20 герц жиілік диапазонында естілетін дыбыстарды қабылдауға қабілетті. 16 герц төмен жиіліктегі тербелістер инфрадыбысты, ал 20 герцтен жоғарылары ультрадыбысты деп аталады. Шу адамның естуіне жағымсыз әсер ететін, оның жұмысы мен демалысына кедергі келтіретін дыбыстар жиынтығы. Шу адам ағзасының көптеген органдарына жаман әсер етеді. Қатты шудың қысқа уақытты ықпалы есту қабілетінің төмендеуіне әкеліп, бірақ фактор ықпалы тоқталғаннан кейін есту қабілеті қалпына келуі мүмкін. Шудың есту органдарына, сонымен бірге жоғары нерв жүйесіне де ықпалы анықталған. Ол келесі белгілер түрінде білінеді. Ашушаңдық көрсетеді адам ол кезде. Естің төмендеуі,
сезіледі. Енжарлық, яғни көңілсіздік байқала бастайды. Тері сезімталдылығының өзгеруі байқалады. Психикалық кері әсер байқалады. Психикалық кері әсер шапшаңдығының бәсеңдеуі байқалады. Ұйқының бұзылуы, тағы басқа кері әсерлерді байқауға болады. Шу деңгейі қолданыстағы санитарлық нормаларға сәйкес келуі керек. Сауда залында кассалардың, кассирлардың, буфетшілердің жұмыс орындарын шуы аз жерде орналастырып, қызметкерлер құрамы үшін демалу бөлмелері дыбыс оқшаулайтын орындарда ұйымдастырылуы қажет. Келесі критерий бұл діріл. Діріл қатты денедегі механикалық тербелістердің таралу үдерісі. 20 герцтен төмен жиіліктегі тербелістер ағза мен діріл сияқты қабылданады. Ал 20 герцтен жоғары тербелістер діріл сияқты немесе дыбыс сияқты қабылданады. Дірілдің деңгейі 16-дан 20 герцтен асқанда дыбыс пайда болады. Ал жылдамдығы 1 метр секунд болғанда денені ауыртады. Нерв жүйелері мен жүрек буын жүйелеріне қатты әсер етеді. Дірілдің деңгейі түрлі виброметр, вибрографтармен, яғни VR1 өлшенеді. Және шу мен діріл өлшегіштермен қорғайтын бұл шу мен дірілден қорғауының үшін аяқ киім, қолғап, резина, сонымен қатар төсегіштер, тағы басқаны қолдану қажет. Дірілдің адамға әсерін анықтайтын гигиеналық сипаттамалары: діріл жылдамдығының орташа квадратты мағыналары мен немесе жиіліктердің жолақтарындағы оның логарифмдік деңгейлері децибелмен анықталады. Мұндағы В діріл жылдамдығының орташа квадраттағы мағынасы метр секундпен өлшенеді. 5,8, 10-8 дәрежесі негізгі діріл жылдамдығы болып табылады. Адамға тигізетін әсерге байланысты жалпы және жергілікті діріл болып ажыратылады. Жалпы діріл адам денесінің дірілдеуіне әкеледі, ал жергілікті діріл бұл денесінің тек қана жеке бөліктерінің дірілдеуіне әкеледі. Діріл өте қауіпті нәрсе, себебі олар ішкі органдардың механикалық зақымдануына, кейде тіпті үзіліп кетуіне дейін әкеледі. Жергілікті діріл қан тамырларының, жүрек тамырларының таралуының себебі болуы мүмкін. Діріл деңгейін төмендету үшін келесі әдістер қолданылады. Дірілден қорғау құралдары қолдану керек. Дірілді азайту, өндірістік бөлмелердің және технологиялық үрдістердің оңтайлы жоспарлануы қажет. Шудан және дірілден сақтану жолдары. Мұндай жердегі жұмыстарға, шулы және дірілді жердегі жұмыстарға жасы 18-ге толмаған және жүкті әйелдерді жұмыс істеуге болмайды. Жұмыс істейтіндердің тағамдарының құрамында В витаминдері көбірек болу керек. Дірілді жерде смена, яғни ауысым уақыты 3-2 бөлігінде ғана жұмыс істеуге болады. Және әр сағат сайын 10-15 минут демалыс жасалып тұрылуы тиіс. Мұндай жұмыстарды бір сменадан артық жасауға болмайды. Еңбек режимін жасаған кезде дірілдің әсер етуі және онымен байланыссыз басқа жұмыстар орындау ұзақтығының қатынасы 1-2 қатынасынан кем болмау жағын қарастыру керек. Мысалы, қол машинасының санитарлық діріл нормасы 9 децибелге дейін артқанда машинаны жұмыс тәртібін 10 минуттан соң басқа жұмыстармен ауық-ауық алмастырып отыру қажет. Яғни жалпы 10 минут демалып, 20 минут жұмыс істеп, қайтадан 10 минут демалып, 20 минут жұмыс істеп, осылай 100 минуттық, яғни 100 минут, 1,5 сағат жұмыс істеп шығуға болады. Жұмыстың басқа уақытында дірілмен байланыссыз жұмыс істеу қажет. Бұл кезде, яғни діріл болып тұрған жерден 380 метр аралықта 380 минутқа дейін жұмыс істеуге болады. Жұмысына дірілі жоқ жерде. Бұл жұмыстарда жұмыс істеу үшін қосымша арнайы киімдер, мәселен, дірілден қорғайтын аяқ киім, қолғап, резинке, төсегіштер қолданылады. Көкірекше, белдік, арнайы костюмдер киілу керек. Дірілден қорғану қолғаптары жұмысқа ыңғайлы болу шарт. Оның мықты материалы теріні тітіркенуден және ылғалданудан сақтау қажет. Дірілден сақтану киімдерін таза
теріден тігу қажет. Ол 11 герцтан жоғары жиілікті өткізеді. Дірілден қорғану киімдері 16, 31, 5, 63 герцтарда және 7-ден 10 децибел жиіліктерімен өтеді. Дірілдің зиянын азайту әдістерін екі топқа бөледі. Бірінші, дірілді күшейтетін әдісті азайтып, оны болдырмау. Екінші, дірілді әсер ететін жолдарды қарастырып, машинамен байланысын және құрылыс конструкциясын қарастыру. Машина шуларын және дірілін азайту үшін бөлшектерді ауыстыру керек. Бөлшектердің дірілін серіппемен немесе басқа да заттарды қолдану арқылы бәсендетуге болады. Шығатын шуылды азайту үшін ғимараттар ішінде төбесін және қабырғаларын дыбыс жұтқыш материалдармен қаптайды. Жұмыс орнында дірілді азайту үшін амортизаторлы жұмсақ орындықтар қолданылады. Ионды сәулелену. Ионданушы сәулелер өндірістік ортада және жаңа гигиеналық факторлардың пайда болуы иондаушы сәулелер өткенде соңғы 100 жылдықтың соңында физика аумағындағы үлкен бір ашылулармен байланысты болды. Ионды сәулелену ортамен өзара әрекеттестігі онда зарядталған атомдар мен молекулалардың иондардың пайда болуына әкелетін кез келген сәулелену. Альфа, бета, гамма, рентген және нейтронды сәулеленулерді ионды сәулеленудің түрлеріне жатқызамыз. Белсенділіктің өлшеу бірлігі беккерельмен есептелінеді. Ол 1 секундта 1 ядролық айналуға тең. 100-ден 1000 рет сәулелену барысында адам өліп кетуі мүмкін. Яғни 100 беккерельден 1000 беккерельге дейінгі реттік сәулелену барысында адам өліп кетуі мүмкін. Дененің әрбір мүшесі үшін қауіпті дозалар келесідей. Бас мүшесіне, яғни 20 беккерель. Іштің төменгі жағы 50 беккерель. Кеуде 100 беккерельді, аяқ-қол 200 грейге дейін. 1 грей бұл 1 джольға тең, және ол 100 радианға тең. Ионды сәулелену көзімен жұмыс істеу өте қауіпті. Ионды сәулелену адам ағзасына күшті әсер етеді. Әсіресе қанға, қан аздығы лейкемияға келеді. Әсіресе қан сияқты осындай аурулардың пайда болуына әкеледі. Қатерлі ісіктер, сәулелену катарактасы, терінің басқа зақымдануларына да әкелуі мүмкін. Зәузат салдары да болуы мүмкін. Яғни тұқымға гендік тұқым қуалаушылықты да сол әсерді тыйып жіберу мүмкін. Сәулелену жағдайларына сәулелену сипаты мен орнына байланысты одан қорғау әдістері қолданылады. Сәулелену аймағында болу уақытын азайту керек. Бұл жағдайда сәулелену көзінен қашықтықты ұзарту керек. Жеке қорғау шараларын қолдану қажет. Осылармен кез келген жұмыс істеген кездері негізгі қолайсыз факторларға ионданушы сәулелерді жатқызуға болады. Сәулелердің ағзаға әсер етулеріне байланысты екі категорияға бөледі. Бірінші, жұмыс кезіндегі жұмысшының сыртқы ағзасына ғана әсер ететін сәулелер, оларға рентген аппараттармен және электрондық жылдамдықтармен жұмыс істеу жатады. Екінші, ішкі және сыртқы сәулеленулерге ұшырайтын жұмыстар жатады. Оларға реакторларда, ауыр бөлшектердің жылдамдатқыштарында ашық көздермен манипуляциялауда, яғни ұнтақ ерітінді газ түріндегі радиоактивті заттармен жұмыстар жатады. Осы
оның патогенезі келесідей. Радиоактивті заттар газ немесе аэрозол түрінде аэрогенді жолмен ағзаға түсуі мүмкін. Сонымен қатар тері арқылы қайнар көздермен қатынас нәтижесінде кір қолмен тамақтанған кезде ауыз арқылы немесе құрамында изотоптары бар тамақпен қоректенген кезде түседі. Сәулелердің кейбіреулерінің ену қабілеті үлкен болады. Олардың сәулеленулері ішкі ағзалардың зақымдануын туғызады. Бета сәулелердің ену қабілеттері төмен болғандықтан және олардың сыртқы ортамен әсерлесуінің салдарынан ерінің, қабығының және көздің шыны, еріннің қабығының және көздің шыны денесінің зақымдануына әкеледі. Радиациялық қауіп. Радиациялық апат бұл ядролық энергетикалық құрылғылардың қауіпсіздік ережелерінің бұзылу салдарынан радиоактивті элементтердің және иондық сәулеленулердің қоршаған ортаны ластауы. Радиоактивті ластану және радиациялық сәулелену аварияның басты факторы болып табылады. Радиациялық сәулелену адам ағзасына, қан айналымы, жүйке жүйесіне, асқазанына және оның дамуына иондық сәулелердің өтуімен кері әсерін тигізеді. Радиоактивті ластану альфа, бета және гамма иондық сәулелерінің әсер етуінің және апат кезінде ядролық реакциядан радиоактивті элементтер мен заттардың радиоактивті шлак, шаң, ядролық азықтың бөліктері бөлінуінен, сонымен қатар әртүрлі радиоактивті сәулелердің болуынан зақымданады. Енді осы сәулеленуден қорғану. Радиациялық апат туралы хабарлаған кезде не істейміз? Яғни көшеде жүрсеңіз, тыныс алу органыңызды орамалмен немесе шарфпен бүркеп, тезірек ғимаратқа кіруге асығуыңыз қажет. Ғимаратқа кірген соң киім кешегіңізді шешіп, оны пластиктен жасалған пакетке салып, душ қабылдауыңыз керек. Терезе, есіктеріңізді жауып қойыңыздар. Теледидар немесе радио қосып болған апат жөнінде жергілікті билік органдарынан толық мағлұмат алыңыз. Бүкіл вентиляция, терезедегі барлық тесіктерді жауып, бітеп, қажеттілігі болмаса, ол жерге жақындамағаныңыз дұрыс. Вакуумдық ыдыстарда су қорын жинаңыз. Ашық азық түліктеріңізді полиэтилендік қаппен қаптап, тоңазытқышқа сақтаңыз. Еңбек режимі. Еңбек гигиенасы профилактикалық медицинаның бөлімі. Ол адам ағзасына жұмыс үдерісінің әсерін және өндіріс орындағы факторларын зерттеу арқылы қойылатын талаптарға ғылыми түсініктеме береді. Кәсіби аурулардың алдын алу мақсатында жұмысшыларға еңбек жағдайында жағымсыз әсер ететін факторларды зерттейді. Еңбек гигиенасы төмендегідей жұмыс атқарады. Бірінші, еңбек жағдайын жақсарту мақсатында гигиеналық нормативтерді орындайды. Екінші, өндірістік кәсіпорындарда санитарлық ережелерді орнатады. Жұмыс үдерістері мен жұмыс орындарында жұмыс жағдайының рационалды ұйымдастырылуы бойынша еңбек тәртібі мен демалыс уақытына қатысты ұсыныстар даярланады. Еңбек гигиенасы түрлі зерттеу әдістерін қолданады. Талдау, статистикалық талдау, химиялық талдау, биохимиялық, физикалық, инструменталды талдау, клиникалық және эксперименталды талдау арқылы жүргізіледі. Еңбек гигиенасы ғылыми дисциплина бола тұрып, өз алдында қойылған мәселелерді шешу үшін түрлі зерттеу әдістерін пайдаланады. Өндірістік орталарды зерттеу кезінде көбіне физикалық және химиялық зерттеу әдістері қолданылады. Жұмыс жағдайының сипаттамасымен танысу мақсатында және жұмыс үрдісі кезінде пайда болатын зиянды факторлардың адам ағзасында туындататын физиологиялық реакцияларға баға беру үшін физиологиялық, биохимиялық, психологиялық және тағы басқа әдістер қолданылады. Жұмысшылардың топтарының денсаулық жағдайын және аурушаңдық көрсеткіштерін зерттеу үшін клиникалық және санитарлық статистикалық әдістер қолданылады. Өндіріс орталарына арналған нормативтерді даярлау үшін эксперименталды зерттеулер жүргізіледі, яғни электрофизиологиялық, биохимиялық, патоморфологиялық, гематологиялық, токсикологиялық, эмбриологиялық және тағы басқа әдістер. Еңбек гигиенасы кәсіби патологиялармен тығыз байланысты, сонымен қатар теориялық және клиникалық салалармен аналитикалық химия, физика, физиология, оторинология, тағы басқа салалармен байланысты. Еңбек гигиенасының маңызды салаларының бірі уақытша еңбекке жарамсыз жұмысшылардың өндірістік кәсіпорында аурушаңдық көрсеткіштерін зерттеу болып табылады. Еңбек гигиенасы даму барысында қоғаммен және оның қоғамдық экологиялық
құқықбұзушыларымен тығыз байланыста болу керек. Еңбек гигиенасының тарихы ерекше әрі бай. Оған көптеген ғалымдар мен практиктер өз тәжірибелерінен үлес қосқан. Еңбек гигиенасының ішінде санитарлық химия, өндірістік токсикология, еңбек физиологиясы, еңбек психологиясы, тағы басқалар кіреді. Гигиена өндірістік кәсіпорындарда туындайтын санитарлық қадағалау сұрақтарын шешетін сала. Еңбек гигиенасы жалпы және жеке болып бөлінеді. Жалпы жұмыс үрдісінің және жұмыс жағдайының адам ағзасына әсерін зерттейді бағыты бұл жалпы еңбек гигиенасы. Ал жеке еңбек гигиенасы жеке кәсіпорындарындағы нақты бір саланың жағдайын зерттеу. Тамақ кәсіпорындарындағы қоғамдық тамақтану, сауда орындарында жұмыс уақытының жалпы ұзақтығы еңбек туралы заңмен реттелген. Реттелетін қолданыстағы еңбек жөніндегі ережеге сәйкес белгілену қажет. Өнімдерді әзірлеу бойынша және ауыр нәрселерді көтеріп тасымалдаумен байланысты қиын операцияларды механикаландыру немесе автоматтандыру жағдайында жүргізілу қажет. Әйел адамдар үшін көтеретін жүктің салмағы 10 килограммнан, ал еркек адамдар үшін 30 килограммнан жұмыс өндірістік орында аспау қажет. Пештердің, қуыратын шкафтардың жанында жұмыс істейтін жүкті әйелдерді басқа жеңілдеу жұмыс орнына ауыстыру қажет. Дәрігердің қорытындысы бойынша реттелу қажет. Жалпы бүгінгі дәрістің соңында келесі қорытындыларды айтып өтуге болады. Еңбек жағдайлары мен режиміндегі микроклимат, жылыту, ауа тазарту, алмастыру бойынша мәселе қарастырылды. Жарық және өндірістік шу, діріл, иондану сәулелерін шектеуге қойылатын санитарлық гигиеналық талаптар толық айтылып өтілді. Еңбек режиміндегі санитарлық гигиеналық талаптар қарастырылды. Қауіп қатер туғызатын әртүрлі факторлар нақты елдің аймақтық жағдайларына және тәуелді екенін ескеру қажеттігі айтылды. Радиоактивті заттардан қорғану туралы қарастырылды. Радиоактивті заттардан қорғаудың бірнеше жолдары айтылып өтті. Яғни олар физикалық, химиялық, биологиялық тәсілдер. Сонымен қатар қорғаныс амалдары да қарастырылып, еңбек режимінің санитарлық гигиеналық талабы толық қарастырылды. Осы дәріс бойынша тапсырма өзіндік жұмыстар үшін бірінші өндірістегі шудың көздері және олардың адам ағзасына әсер етуі, екінші өндірістегі дірілдің көздері және олардың адам ағзасына әсер етуі, үшінші берілген бақылау сұрақтарына толық жауап беріп, екі тапсырма бойынша презентация дайындау жұмыстарымен айналысасыздар. Назарларыңызға рахмет.